Сәлем достар, сіздер Лембердин ашнардың арнасындасыздар. Бүгінгі видеода фитнес жаттығуларына арналған кішкентай жастықша жасайтын боламыз. Осындай екі түсті матадан 3D құрақтары мен кресломның губкасын қаптаған едім. Содан осындай 3 дана төртбұрыш қалып келіпті. Соны жастық жасайтын боламыз. Міне ол үшін ішіндегі төртбұрыштың көлемін неғылдырып, газетке осылай мына видеода көріп отырғандарыңыздай қиып аламыз. Осы жерге әдемілеп ою сызатын боламыз. Мінекей видеода көріп отырғандарыңыздай осындай үшбұрыш қылдырып газетті қиып аласыздар. Кейін оны ортасынан бір бүктеп оюды әдемілеп келтіріп, қисынын келтіріп, осылай қағазға сызып қиып алатын боламыз. Өздеріңіз ұнатқан оюды осылай қағаз бетіне түсіріп сызып қиып алсаңыздар болады, немесе мата сататын дүкендерде де дайын оюды қазір сатады. Алдыңғы видеода описанияда ссылкасын қалдыратын боламын. Креслолардың губкасын қаптаған болатынмын. Солардан осындай 3 төртбұрыш құралған мата қалған екен. Осылармен жұмыс жасайтын боламын. Оларды мен сөгітпеймін. Қалай бар, солай жұмыс жасаймын. Міне өзгеріс енгізу үшін осындай әдемі бір оюды сызып алып жапсыратын боламын. Менікі дайын құрақ болғандықтан жаңағы оюымызды қиып алып, осының дайын құрақтың өң жағынан үстінен қойып сызатын боламын. Негізгі дұрысы матаның сол жағынан, теріс жағынан сызып қиған дұрыс болады. Менде тігіс болғандықтан, қайталаймын, тігіс болғандықтан ортасы тегіс түсу үшін осылай міне дәл үстінен қойып, ручкамен бастырып сыздым. Мінекей, өздеріңіз көріп отырғандай, ручкамен әдемілеп, оюдың ортасы мына екі түсті матаның тең ортасынан келетіндей етіп қойдым. Міне. Енді осыны шетін қиып алмай, ортасынан бастап, міне қазір тура осылай әдемілеп қиып шығатын боламыз. Кейін әдемілеп қиып алған оюымыздың ішінде сыртында пайдаланатын боламыз. Ең алдымен жаңағы 3 құрақ дедім ғой, соның біреусін осылай ою қиямыз да, екеуіне жаңағы екі дайын тұрған матаға біреуіне ішін, біреуіне сыртын әдемілеп орналастырып, зигзагпен тігіп шығатын боламыз. Осы дайын болған оюларымызды жаңағы жастықтың екі шетіне орналастыру үшін екі матаның ортасын біріктіретін паутинкамен жапсыратын боламыз. Мінекей біздің оюымыз әдемі болып қиылды. Матаға әдемілеп орналастыру үшін паутинкамыздан ою қиып алып, керекті бетіне жапсыратын боламыз. Ол үшін паутинкаға қағаз оюымызды қойып, инелермен түйреп аламыз да, осылай әдемілеп қиып шығамыз. Дайын болған паутинкамызды алып, негізгі бетіне қойып аламыз бірінші. Паутинкамызды, мінекей. Кейін осының дәл үстіне әдемілеп оюымызды қойып, үтікпен үтіктеп жіберсек, жабысып қалатын болады. Сонымен қатар, достар, менің жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп, достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Мінекей оюымыз дайын болды, үтікпен бір басып жапсырып аламыз. Егер де сіздің жұмыс жасайтын матаңыз велюр болатын болса, үтікті қатты баспайсыз. Ендігі кезекте біз машинкамыздың тігісін туралайтын боламыз. Ол үшін зигзагқа қойып, ұзындығымен енін туралаймыз да, оюымыздың оранжевый бетін оранжевый жіппен, оюымыздың қоңыр басын қоңыр жіппен әдемілеп бастыра тігіп шығатын боламыз. Оны өз беттеріңізше тіксеңіздер болады. Міне сонымен менің оюым дайын болды. Дәл осылай оюымыздың қиып алған сыртында бастырып тігіп шығатын боламыз. Мінекей енді оюдың ішінен емес, сыртынан бастыра тігетін боламыз. Достар, арнамда әртүрлі бағытта түсірілімдер болғандықтан, оларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басуға
тіркеліп достарыңызбен бөлісіп, комментарийда пікір қалдыруға ұмытпаңыздар. Сонымен дайын болған оюымыздың сыртындағы жолақтардың түсін келтіре отырып, міне оранжевый бетін, екі оранжевый бетіне қоңырдан жолақ жібереміз. Ол жолақтың ортасында шнур бар, соны қосып тіге отырып, мінекей мынандай ұшына келгенде шнурды кесіп алмайтындай етіп, ортасындағы қоңыр матамызды кесіп, бұлай сол жаққа қарай бұрылатын боламыз. Міне тігістің басын бұру үшін осылай бір кішкене қиып аламыз да, мінекей екінші жағына қоңыр жақ бетіне ортасынан оранжевый жолақ өткізетін боламыз. Жолақтардың ені 4 сантиметр. Мінекей екеуін біріктіріп алдық та, шнурға жеткізбей сөгітіп бұрылатын боламыз қазір мына жерден. Дәл осылай 4 жағын әдемілеп қайтарып аламыз да, бір шетінен кішкене қолымыз сиятындай етіп қалдырамыз. Содан кейін ішіне синтефон толтырып болғаннан кейін ол жерді ине жіппен біріктіріп қосып тіге салатын боламыз. Мінекей дайын болған жастығымыздың тұсын аудармас бұрын осылай бұрыштарын кесіп тастасақ, бұрыштары әдемі шығатын болады. Мінекей сонымен аударып, ішіне әдемілеп синтефон толтыратын боламыз. Міне алдында қандайда бір құрақ құраған болсаңыздар, арасында қалып кеткен осындай қалдық құрақтарыңызды осылай әдемілеп іске асырып жіберсеңіздер, керемет емес пе, қалай ойлайсыздар? Сонымен достар, менің фитнес жаттығуларын жасауға арналған кішкентай жастықшам дайын болды. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.